Сәлем достар, бүгін сіздер менен ақсаулақ деп айтылатын осындай тағамның істелу жолын көрсететін боламын. Алдымен етімізді майдалап турап аламыз. Сүйек болса сүйекті де салуға болады. Қазанымызды май құймастан бұрын қыздырып аламыз. Бұл кезде май құймастан бұрын қыздырсақ, қазандағы микробтар өлетін болады. Қазанның аузын шамалы бұқтырып, оған дейін пиязымызды майдалап турап аламыз. Бұл жерде етіміз шамалы қуырмаланып тұрған болады. Оны артын аударып, осылай жақсылап қуырмалап аламыз. Сосын барып тұрып, пиязымызды салып, екеуін біркелікте тағы жақсылап қуырмалайтын боламыз. Бұл жерде пияздың сөлі шығып, суы шығып, етпен бірге жақсы қуырылатын болады. Етпенен бірге пияз қуырыламын дегенше, осылай сәбізімізді майдалап тұратын боламыз. Сәбізді әркім әртүрлі майдалайды. Мен осылай етіп майдалап салған болатынмын. Біргелікте жақсылап қуырмалап араластырамыз. Екеуін осы кезде тұзымызды да салып жіберетін боламыз. Пияз, сәбіз, ет бір-біріменен жақсылап қуырмалам дегенше аузын 5 минутқа бұқтырып қоятын боламыз. 5 минуттан соң оның томатын саламыз. Менде осындай қыста жапқыған өзімнің осындай томатым. Ішінде бұрышы бар. Біргелікте тағы аузын бұқтырып қоятын боламыз. Біраз уақыттан кейін оның суын құямыз. Суын толтырып құятын боламын. Мен суын құйып болғанымыздан соң қайнауға шамалас осылай бетінде көбіктері шығады. Бұл көбіктерін алып тастайтын боламыз. Жаймендеп алатын боламыз. Ал сорпамыз қайнап бастаған кезде астын баяулатамыз. Қатты қайнап кетпеуі керек. Егер қатты қайнап кететін болса, шолығып кететін болатын болса, сорпамыздың түрі мутный болып қалады, яғни тұнық сорпа шықпай қалады. Етіміз пісіп болғаннан кейін осылай картошкасын да салып жібереміз. Менде сорпаны толтырып құйғаным себебі осылай сорпасы азаяды, сол үшін сорпаны толтырып құйған болатынмын. Біздің сорпамыз дайын, тұзын дәмін көріп, осылай кеселерге ақсаулақ деп айтылатын осындай бізде базарда дайын қамыры сатылады. Осындай қамырларды кеселерге бөліп салатын боламыз. Бұл лаваштың қамырындай емес, өзгешелеу болып келеді. Осылай кесілген дайын күйінде сатылады. Кеселерге әрқайсысын бөліп осылай толтырып салып болғанымыздан кейін біртіндеп сорпаларын құятын боламыз. Үстіне еттерін барлығын бөліп құямыз. Біздің тағамымыз дайын, үстіне зелен сеуіп дастарханға ұсынсаңыздар өте керемет болады. Егер де сіздерге видео ұнаған болса, лайк басып, пікір жазып, каналға тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Келесі видеода кездескенше сау саламат болыңыз.